Ой, осы бар ғой бізді сөзім жоқ, көмектес деген нәрсе құтатын бұлар. Халық бәрібір көмектеседі, кәсіпкерлер бәрібір көмектеседі, өздері үшін көмектеседі, өздерінің мынау дейміз ғой, зекет беріп те көмектеседі өздерінің мал мүлкінен. Бірақ үкімет те соған жараса жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Кәсіпкер дегенде сіздер ойлайсыздар ғой деймін, шылқып байып отқан жаңағы, ой, жан-жағының бәрі жаңағы тек үстінен басқарып жүретін адам деп. Жоқ, кәсіпкер деген ол біріншіден жұмыс беруші. Қарамағында 10 адам болса, 10 адамның айлығын тауып беру керек, 10 адамның уақытында жұмысын тауып беру керек. Олар қарап қалмау керек. Одан кейін оған жараса салық төлеу керек, оған жараса юридический лицоға бөлек коммуналка төлеу керек, аренда төлеу керек. Ол бәріне төлеу керек. Ол өзінен емес, бәріне төлеу керек. Ойлайсыздар ғой деймін, кәсіпкер деген қырғын ақшаны қырып тауып жатыр деп. Жоқ, кәсіпкер ол сіз сияқты, басқа сияқты, жаңағы кәдімгі мемлекеттік қызметкер сияқты жұмыс істейді. Одан көп істемесе, одан аз істемейді. Точно айтайын, өйткені мен 24 сағат жұмыс істеймін. 24 сағат жұмыс істеп жатырмын да, бірақ енді айтайын, енді шүкір, несібемізге болып жатыр. Бірақ қазір міне көмектес, блогер көмектессін, әнші көмектессін, кәсіпкер көмектессін. Үкімет не істейді? Үкіметтің не керегі бар бізге өйтіп? Ол ауырып жатқан балаға да көмектеседі, ол келеді үй жоққа да үй алып береді, аш болып жатқанға тамақ алып береді. Жарайды, істесін, енді әркім өзі үшін істейді ғой, бірақ сауапты бар ғой. Бұл жерде дәл қазір уақытта мен өз басымды айтып кетейінші. Мен түске дейін 3 группаға сабақ беремін, биден сабақ беремін, өздеріңіз де көріп жүрсіздер, мен инстаграмда, неде, тиктокта. Одан кейін үйлерге барып перде ілемін, мынандай перделер ілемін. Одан кейін кешке тойға шығамын. Одан кейін түнімен тапсырысты тігемін, таңға дейін мысалға, сосын обедке сағат 10-ға дейін, 11-ге дейін ұйықтап аламын да. Бірақ сөйтіп жүріп, 3 баланың аузынан жырып жүріп бір нәрсе салуға тырысамыз. Үкімет не істейді? Үкімет не істейді? Мен бар ғой, таңғаламын. Не істеп отыр үкімет? Бірде-бір техника жоқ, бірде-бір жанармай жоқ. Эвакуация істеген адамдарға беретін тамақ жоқ. Оларға барлығының ақшасы Каспийде, қолдарында наличный ақша жоқ, жеткізе алмай жатыр тамақты. Не істеп жатыр үкімет? Қалай? Жынданбайсың? Менің сіңлім, өзімнің туған сіңлім, 5 баласын тастап, қазір Құлсарыда волонтерский жаңа немен жүр. Қапшық құндар тасып жатыр. Ол не енді қазір 21 ғасыр ғой? Не, қайда техника? Қайда ақша? Қайда Теңгиз Шевройлдың ақшалары қайда? Аджиптің ақшалары қайда? Қайда мұнай компаниялары не істеп жатыр? Олардың ақшалары қайда кетіп жатыр? Қайда ана миллиардтар? Күлбаевтар қайда? Жаңағы Болаттар қайда? Ақшалары қайда кетіп жатыр солардың? Неге соларға айтпайсыз? Неге маған айтасыз? Мен күнімен түнімен 24 сағат жұмыс істеп жатқан адамға. Неге маған айтасыз? Вот мен өзім салғым